өзін тәрбиелей білмеген, өзгеге өнеге көрсете алмайды. Ғылымда, ақылда сақтайтын мінез деген сауыт болады. Тіл, жүректің айтқанына көнсе, жалған шықпайды. Абайдың есімінің Аян менен Ибрагим деп қойылуы туралы Бекен Исабаев шежіреші өзінің ұллар мекені кітабында бұлай деп айтады. Құнанбайдың ауылында Ешен әулие деген әулие болыпты. Енді ол балаларды емдейтін, ауырып сырқағанды ұшықтайтын адам және дінге өте тақуа адам болғандықтан оны өздерінің ауылдастары Ешен әулие деп атайды екен. Осы Ешен әулие жыл сайын Түркістанға барып, киелі орындарға барып зиярат етіп қайтады екен. Бір сапарында Ешен әулие Түркістанға зиярат етіп, Ахмет Яссауидің әкесі Ибрагим әулиенің басында түнеп жатқанда түс көреді. Сол түсін жеткізу үшін асығыс Құнанбайдың ауылына келеді. Құнанбай Ешен әулиенің өте асығыс келгенін біліп сұрайды. Бұлай келмеуші едің ғой, алдын ала хабар жіберуші едің ғой. Асығыс келуінің сыры не дегенде Ешен әулие өзінің көрген түсін айтады. Мен түс көрдім, бұрын соңды бұл ауылда болмаған Құнанбайдың үйінің алдында төбесі көкпен таласып жатқан биік тау пайда болыпты. Сол таудың төбесінде Құнанбай отыр екен, ең шыңында. Құнанбайдың қасында Семіз жеңешем отыр дейді. Семіз жеңеше деп отырғаны Ұлжан екен. Семіз жеңешемнің көйлегінің етегі таудың шыңын жауып жатыр. Құнанбайдың артында бір жас жігіт тұрды. Ол жас жігіттің басы Құнанбайдан асып тұрды, бірақ түрін көре алмадым дейді. Осыны естігеннен кейін Зере әже, төрде отырған Зере әже, келесі дүниеге келетін немеремнің атын Ибрагим деп қояды екенмін ғой деп, Абайдың есімінің Ибрагим деп аталуы осылай болады. Бірақ біз абай тану ғылымын абай дәуіріндегі абай тану, кеңес дәуіріндегі абай тану, бүгінгі абай тану деп үш кезеңге бөлген жағдайда ғана біз абайдың кейбір заман ағымына қарай айтылмай келген қырларын ашуға зор мүмкіндік осы бүгінгі абай бізге ашып береді. Абайдың бала кезінен бастап көзін көрген естелікшілердің естелігіне сүйенгенде 5-6 жасқа келген абай төрде жатып, төрде ойланып жатып, шешесі Ұлжанға сұрақ қояды. Апа, осы мен дүниеге келгенде дүние қызылды жасыл деді ғой деп. Сонда Ұлжан ойланып отырып, сен дүниеге келгенде біз жүн бояп жатыр едік қой депті. Абайдың санасының со кездегі елгезектігі, кереметтігі, дүниеге келіп жатқандағы жарық сәтті ойына сақтап қалуы. Біз мектепте оқытатын бала абайда кімнің есінде қандай дүние қалды? Бала күнде бір өмір бойы бір кино сияқты адамның есінде қалып қоятын бір дүниелер болады. Содан кейін біздің жалпы бала тәрбиесінде, толық адам ілімі деп жатырмыз ғой, бала тәрбиесін ол бесіктен басталып тәрбиеленген бала тәрбиесіндегі біз жан дүниедегі ішкі қанның кодын аша алмай келе жатырмыз. Кілттеулі жатыр біздің балалар. Ал жаңағы Абайдың өзі 41-ші қара сөзінде айтатын, әр ұлттың өзінің әдет ғұрпыменен, өзінің мәдениетімен тәрбиелеуіміз керек деген кезде біз өзіміздің әдет ғұрпымыз бен мәдениетімізді қазіргі жастарға үйрете алып жүрміз бе? Оның бірі жаңағы азан шақырып баланың есімінің қойылуы, Абайдың елгезектігі, қазақтың ұлттық ойындарының Абайдың керемет сүйіп ойнайтындығы, бұның барлығында өмірдің керемет үлкен есебі жатыр. Абай 14 жасында әкесі Құнанбайдың ықпалыменен Семейден қайтып келе жататыны Абай жолы романында содан басталады ғой. Сол 14 жасындағы Абайды Құнанбай бойың өсіпті, ойыңда өскен шығар деп біраз сұрақтар қойып, Абайды тексергеннен кейін Абайға айтатын сөзі бар. Ойың өсіпті, білімің жетіліпті. Енді сен осы жерде біліміңді тоқтатып, менің атадан жалғыз екенімді білесің, менімен бірге ел басқару ісіне аралас дейді. Сол кезде Абай батыс пен шығыстың әдебиетімен сусындап әлі бола қойған жоқпын, бірақ менен кейінгі інілерімді оқытуға рұқсат етіңіз дейді. Бұл жерде 14 жастағы баланың әке сөзін аттамау тұр. Қазіргі балалар мысалы, мен оқуым керек, әрі қарай жалғастыруым керек деп өзінің пікіріменен бір жақтылыққа ғана салынып кетіп жататыны бар. Ал бұл жерде бала болса да, оқып келген көзі қарақты бала бола тұрып, әкенің сөзін аттамау тұр бұл жерде.
Біз осындай мәселелерменен ұрпақты қазір қалай тәрбиелеп жатырмыз. Абайдың, енді Құнанбай би ғой, Құнанбайдың ауылында ылғи өзімен теңдес иықтастар, бастастар үйде жиналып отырып, мәжіліс құрып отырған кезде солар айтады, осы Құнанбайдың, балаларға сын береді ғой, Құнанбайдың балаларына. Осы Құнанбайдың балаларының ішіндегі ертең бір биіктен көрінетіні Ысқақ болатын шығар дейді біреу. Екінші түрі айтады, жоқ, Оспан бір жошын, не шықса да осы Оспаннан шығады дейді. Сонда Құнанбай төрде болпиып, өзімен өзі отырған Абайды нұсқап, не күтсеңдер де осы Қарашұнақтаңды күтіңдер дегені бар. Бұл жерде әкенің балаға сыншылығы. Қазіргі әкелер балаға сын айтып жүрме, балаларын сынай алып жүрме, балаларын қай қырынан танып жүр. Балаларын тек қана қаражат жағынан ғана тәрбиелеп жатыр ма, руханият жағынан қалай тәрбиелеп жатыр деген мәселеге келгенде, біз Абай менен Құнанбайдың байланысын балаларға осылай түсіндіреміз. Осы оқиғаны айта отырып, әке мен баланың арасындағы байланыс. Құнанбай тағы да өзінің бастастарымен мәжілістес болып отырып, осы адам өмірде неше рет өледі деп сұрақ қояды. Сол кезде төменде отырған Абай қайта-қайта тамағын кеней беріпті. Құнанбай, иә, әкесінің баласы айт дейді. Сол кезде Абай, ез күнде өледі, ер бір-ақ рет өледі дейді. Сол кезде Құнанбай айтады, жоқ, бұл күнде айтылып жүрген сөз. Еңбек етпеген, құр өткізген күніңнің бәрін өлдіге сана депті. Сонда баланың, енді өсіп келе жатқан баланың сөз қадірін білуі, сөздің астарын ұққызуы, әр нәрсеге мән беріп, бір сөзді қайталай бермеу, жаттанды сөзге демінге ден қоймау деген сияқты мәселе Құнанбайдың осы бір ауыз сөзінен көрінеді. Абайдың ақын шәкірттерін тәрбиелегенін білеміз. Осы жалпы әдебиет саласында өзінің артынан шәкірт ерткен ол Абай. Осы Абайдың ақын шәкірттерінің ішінде өзінің араласып жүрген адамдарының ішінде билік айтуға жараған Шәкәрім менен Кәкітай болған екен. Замандастары Шәкәрім мен Кәкітайдан барып, даулы мәселеде кеңес алады екен. Сонда бұл жерде енді ердің серті деген тұр, адалдық. Егер Кәкітайға барса, Кәкітай сұрайды екен, қажыға бардың ба деп. Шәкәрім ғой қажыға. Егер қажы оған билік айтса, ол екінші билікті қайталамайды. Ал Шәкәрім қажыға барса, ол сұрайды екен, Кәкітайға бардың ба деп. Кәкітай билік айтса, онда оны Шәкәрім қабылдамайды. Бұл жерде азаматтың бір-бірінің сиырты, бірінің абыройын көтеру тұр. Абайдың көп дүниелерін біз тәрбие көзіне алуымызға болады. Абайдың достығы туралы айтуымызға болады. Ербол мен 40 жыл дос болған Абай, Ербол Абайды 2 рет сатып кетеді. Былтыр ғана күшік асырап итеттім, ол балтырымды ғана атты, біреуге мылтық үйреттім, ол мені атты деген өлеңіне 130 жыл толды. Сол 2 рет сатқындығының біріншісі жер дау мәселесінде болады. Енді ол сатып кеткенде достыққа қиянат жасап тұр ғой Ербол. Сол достыққа қиянат жасағанның бірі ол жер мәселесі болады да, екіншісі Күнтуды болыс болып сайлағанда болады. Сол Күнтуды болыс болып сайлағанда негізі Оспан түсу керек еді сайлауға, бірақ Ербол Күнтуға шарды көбірек жинатқызып жібереді. Сонда Абайдың әлгі сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді, ішіне қулық сақтап, өзіңе сен өзіңді алып шығар, ақылыңмен қайратың екі жақтап дейтін өлеңінің барлығы осы Ербол мен екеуінің арасындағы достық кезінде болған. Оразбай мен Абайдың арасындағы қайшылық Абайды өсірді, Абаймен бірге Оразбайды да өсірді. Абайдың жанында үнемі Оразбай айтылып жүрді, Оразбай тарихта қалды. Сол Оразбай менен Абайдың арасында бір керемет дүниені айтайын деп тұрмын. Абайдың есімін, Абайдың абыройын естіп жүретін Жетісуда Жәменке деген бай қуатты адам бар екен. Өзінің балаларымен бір күні ақылдасып отырып, осы Абайды бір көріп келуге кеңесіп, Абайдың еліне аттанады. Абайдың жеріне келгеннен кейін, арнайы келгеннен кейін Абай үй тігіп, Жәменкені балаларымен күтеді. Енді қайтуға таяғанда бұйымтайың бар ма деп сұрағанда Жәменке айтады, шоқпардай кекілі бар қамыс құлақ керек дейді. Қандай шоқпардай кекілі бар дегенде, шоқпардай кекілі бар қамыс құлақ өлеңін заулатып айтып берген екен.
Сонда абай өзінің малшыларының ішінен 2 көмекшіні алдыртып, бүкіл ауылды шоқпардай кекілі бар қамысқұлақ өлеңіне лайық жылқы іздеткен екен. Бірақ бүкіл ауылдан сол шоқпардай кекілі бар қамысқұлаққа лайық жылқы табылмапты. Сонда абай 2 көмекшісін Оразбайға жібереді. Оразбайдың 3000 жылқысы бар екен. Оразбайға жібереді, ел намысы болғанда ер намысы емес пе, мен өзіме сұратып отырған жоқпын, келген қонағыма қажет ет, шоқпардай кекілі бар қамысқұлаққа лайық жылқы берсін деп қоя береді. Көмекшілері Оразбайға айтып келеді. Оразбай 3000 жылқысының ішінен 3 жылқы таңдатады. 3 жылқының 3-еуін де абайдың көмекшілеріне жетектетіп жібереді. Сонда айтқаны, ер намысы болғанда ел намысы емес пе? Абайдың мен басына қас едім, абыройына қас емес едім. Келген қонақтар риза болып кетсін, бір қонақ емес 3-еу кепті. 3-еуі де абай елінен жылқы мініп қайттық деп кетсін деп 3 жылқыны бірдей берген екен. Бұл жерде Оразбайдың ақылдылығы, қанша жерден дұшпан болса да басына ғана дұшпандығын көрсетіп, елдің намысын қорғап тұрған Оразбайдың кереметтігі туралы біз осы жерде көптеген мысалдар айта аламыз. Абайдың шығармашылығы туралы, абайдың өмірі туралы, абайдың кез келген өлеңі мен қара сөзіменен абайдың өзі бүкіл шығармашылығын, өмірін байланыстырған жағдайда біз абайды қарапайым жұртқа түсіндіре аламыз. Оқушылардың жас ерекшелігіне қарай жеткізе аламыз. Біздің қазір жоғалтып жатқан бір дүниеміз абайды ғылыми деңгейде ғана зерттеп жүрміз да, қарапайым халық үшін абайдың ерекшеліктерін айта алмай келе жатырмыз. Абайдың тәрбиесін, абайдың ғұрыпқа сіңірген еңбегін, әдетке сіңірген еңбегін, салт дәстүр, бұл керемет бір дүние. Абайдың шығармашылығы менен қара сөзін тереңдеп тану үшін абайдың түп тамырын тану керек. Мысалы, жаңа айттық, абайдың есімінің аянмен келгендігі туралы айттық. Абайдың әжесі Зеренің өзі абайды қазақтың ауыз әдебиетіменен тәрбиелеуі, қазақтың ертегі аңыздарының бір ерекшелігі, басты кейіпкер үнемі мақсатына жетеді. Сол мақсатқа жетелеуі. Абай ес білгеннен бастап абайдың ауылына ел арасында жүрген танымал болған тұлғаларды арнайы шақырып алып қонақ етуі, ол жерде айлап тұрып жатып абайды қасына қосып солардың аузынан небір керемет ғибратты әңгімелер мен ертегілердің естуі. Біз осыны кәдімгідей талдап тұрып оқушыларға жеткізетін болсақ, балаларға жеткізетін болсақ, балалар абайды қарапайым адам абай ретінде таныр еді. Мысалы, абай бала кезінде ең бірінші батаны Дулат Бабатайұлынан алған. Дулат Бабатайұлы абайдың ауылына келіп, Зеренің құрметіне бөленіп, сол жерде айлап жатып, ақыры кетерінде абайға болашағың жарқырап тұрған бала екенсің деп 4 жол өлеңменен бата беретіні бар. Бұл абайдың Дулат Бабатайұлынан алған тұңғыш батасы. Екінші батаны абай бөжейден алады. 14 жасында Семей қаласынан қайтып келген абайды әкесі Құнанбай Қарқаралыға апарады. Қарқаралыға ертіп бара жатқанда Ұлжан абайды атына мінгізіп тұрып, балам үлкендердің арасында бірде қату, бірде тату бола береді. Бөжейді көрсең дұрыс амандас дейді. Қарқаралыға келген абай бөжейді анадайдан көріп, қолын кеудесіне қойып, ассалаумалейкум деп амандасқан екен. Сол кезде бөжей, балам, амандас деп саған әкең айтты ма, жоқ өзің білдің ба дейді. Сол кезде апай, жоқ өзім білдім дейді. Өзің білсең, елдің ертеңі сен болады екесің, бүкіл әкеңнің жақсылығының барлығын берсін саған, бірақ әкеңнің қаталдығын бермесін деп бөжейдің бата беретіні бар. Бұл жерде батаның құдіреті тұр. Құнанбайдың өзі 14 жасында Кеңгірбай биден бата алғандығы туралы. Бұл батаның негізгі бата, лебізді бата және қарғыс бата деп үшке бөлінетіндігі туралы біз бата туралы бір үлкен әңгімені осы жерде абайдың өмірі мен шығармашылығы мысалға келтіре отырып айтамыз. Абайды тану, ұлтты тану, абайды тану, өзіңді тану. Абайды тану, қазақтың әдет ғұрпы мен салт дәстүрін биігінен құлатып алмай өз деңгейінде ұстау деп түсіну керек.